Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш. Тендер бойынша алғашқы қадам атты тегін сабаққа қош келдіңіз. Осылай 3 уақытпен амандасып берем. Қай уақытпен қарап отырғаныңызды енді мен білмеймін. Бұл сабақта біз тендерді қалай нөлден бастап, қалай ұтамыз, қалай орындаймыз, тендер деген жалпы не, қалай ақша табуға болады, сол бойынша сабақ бастаймыз. Давайте көп созбай кеттік. Алдымен сабақ бастамастан алдын өзім жайлы ақпарат айтып кетейін. Себебі өз жармағының сарқын ішпе деген сөз бар. Бізге тендер үйретіп жатқан адам ол өз тендермен айналыса ма, өзінде қандай нәтижелері бар деген сұрақ туындауы мүмкін. Сондықтан да мен өзім тендер арқылы жалпы алғашқы көлігімді алдым. Мынау Элантра менікі. Мынау Туксон мама папам алып берді. Ортада тұрған мен, мынау мамам, мынау папам. Мына Дубайға шетелге араладым. Енді Алла қаласа биыл, Құдай қаласа жаз айында үй алсам ба деген ниетім бар. Кеттік. Ал енді сіз не үшін менің осы тегін сабағымды қарау керексіз? Неге қарау керек? Себебі менде осы уақытқа дейін тендер арқылы табысқа шыққан студенттерім бар, жетерлік. Соның бір-екеуімен таныстырып кетейін. Мысалы, Гүлнұр ханым мемлекеттік жұмыстан шығып, тендерге келіп, су жаңа машина алып, үй алып, жақсы нәтиже жасап жатыр. Тағы да Гүлнұр ханым деген бар, декреттегі ана .А минуспен қарызбен келді. Басында 5 миллион қарызға кіріп кеткен, субподрядчик болып жүріп қатап кеткен генподрядчиктер. И тендерді өз бетіме айналсам деп, қазір Б 8 миллион теңге. Өз ақшасына өзі үй салып бастады. 8 миллион бірақ бір айда таптым деп айтпайын. 6 айдың ішінде тапты. Значит, 6 ай 8 миллион бөлгенде где-то айына 1,5 миллион, 1 миллион теңгедей тапты. Дальше Мөлдір ханым медсестра болып жұмыс істеген. А 200 мың теңге, Б 1,5 миллион теңге. Тендерден 6 айда ма, 1 жылда ма су жаңа Kia K7 Марси салоннан алды. Енді егер де сіз де дәл қазіргі сәттен бастап, міне бүгіннен бастап осы сабақты көріп отырған сәттен бастап тендерді бастап айналыссаңыз, жаңағы мына оқушыларым сияқты нәтижеге гарантированно жететін боласыз. Кеттік. Енді өзім жайында қысқаша ақпарат, 4 жылдық тәжірибесі бар тендер эксперт, мына жақта 4 жылдық кеткен, биыл уже 6 жылға өтіп жатыр. Инвестормын, кәсіпкермін, 2 жылда 10 түрлі кәсіп аштым, бірақ барлығын жауып тастадым, тендерға кетіп қалдым. Тендерді осы 16 жасымнан бастадым мен, таза карантин кезде бастадық. Bir ayda 50 тендер жаптым енді бастаған кезде, және бір айдың ішінде 50 миллион теңге оборот жасадым. Ең үлкен ұтқан тендерім 30 миллион теңге болған. Таза пайда 8,5-10 миллион теңге аралығында. Кеттік. Тендерге дейін жаңа 10 кәсіп істедім дедім ғой, сол 10 кәсіптің бірнешеуі вата, попкорн саттым, мороженое саттым, товарныймен айналыстым, Қытайдан товар алып келіп, фарапайлировать еттім, неше түрлі темалар істеп көрдім. Түбінде тендерге келдім, тендерде ақша бар екеніне көзім жеткеннен кейін тендерде қалдым. Міне әлі күнге дейін тендермен айналысып, сіздерге біліммен бөлісіп жүрмін. Енді бүгінгі сабақта не үйренеміз? Бүгінгі сабақта тендер нөлден бастаймыз, қалай бастау керек, қандай тендерлерде маржа көп қалады, тендер бастау үшін қанша теңге керек, қалай тендер арқылы айына 1 миллион теңге табуға болады, осының барлығын толық үйренетін боламыз. Ескерту, сабақта тамақ істеп отырып, бала шағамен отырып, за рулем кетіп бара жатып қосып қойып, тыңдай берем ғой деген болмайды. Бұл сабақ, бұл жерде мясо, керекті, пайдалы ақпараттар айтылады. Сондықтан да арнайы уақыт бөліңіз, тыныштықта жеке өзіңіз қалып, блокнот ручкаңызды алып, сабақты көріңіз. Кеттік. Енді сіз кімсіз? Мына сабақты көріп отырған адам кім болуы мүмкін? Декреттегі ана шығарса, студент, мұғалім, жеке кәсіпкер, өндірісіңіз бар, мебельный цех, пластик терезе деген сияқты. Немесе мемлекеттік жұмыста қызметкер жұмыс жасайсыз, немесе үйде отырған жұмыссыз бір нәрсе, бір тема бастау керек деп жүрген адам шығарсыз. Вот сол тема бастау керек деген темаға тендер өте идеально келеді. Қазір оны сіздерге дәлелдейтін боламын. Кеттік. Тендер деген не? Қысқаша айтып кетейін, біреу біледі, біреу білмейді. Тендер ол прямой, тікелей мемлекетпен бизнес. Тендер қай кезде тоқтайды десеңіздер, біздің мемлекетіміз Құдай сақтасын, мемлекет болып жойылады ғой, сол кезде тендерді жойылады. А мемлекетіміз бар кезде тендер 24/7, 365 күн сезонға қарамайтын және ешқандай рисксіз табысқа жетудің ең тез және ең тиімді жолы ол тек қана тендер. Бұны кез келген бизнесменнің болсын, кез келген адамның алдында мен көзіне тіке қарап осылай айта аламын және оны бүгінгі сабақта дәлелдеймін. Дальше. Жалпы тендерге қараңыздар, қанша ақша бөлінген екен. Мынау Госзакуп кәдімгі тендердің сайтынан алынған скриншот. Финансовый год 2025 деп тұр. 2025 жылы тендерге бөлінген ақша, міне итаго, мынаның барлығы бүкіл облыс, отделдар, итаго қараңыздар, 9 триллион 357 миллиард 965 миллион 510 мың 506 теңге. Бұл 2025-2026-ға 10 триллион ақша бөлінді. Енді ең қызығын қараңыздар. Ең қызығы 10 триллион, почти 9 триллион негізі көп адам миына сыймайды. Сіздерге түсінікті болу үшін айтайын. Мысалы, бір комнатный квартираның бағасы 15 миллион теңге болатын болса, 9 триллионды 15 миллионға бөлген кезде 6,633,864 квартира ғой, короче. Сонша квартираның ақшасы тендерға бір жылға біздің мемлекетке бөлінген ақша. Кеттік. Тендер бастау үшін офис аренда, склад,
бір 100 квадраттық магазин, 1 миллион, 2 миллион, 10 миллион, 100 миллион ақша, таныс, братан, дядька, нағашы, бажа, қайнаға, құда, құдағи, арнайы бір білім, магистратура, PhD, бакалавр, тәжірибе, 1-2 жыл істеген, немесе қолыңда в наличии товар, қажеті жоқ. Бұл нәрселер керек емес. Осы заттарсыз ақ сіз тендерді бастай аласыз. Ал тендер бастау үшін не керек? Қарапайым, ноутбук, любой 50 мың теңгелік интернетке кіретін ноутбук болса болды. Және SP ключ, IP-ға арналған банковский счет, және бастап кетуге 15 мың теңге. Сказкаға кесілуі мүмкін, бірақ реально тендер бастауға 15 мың, 20 мың, 30 мың теңге былай жеткілікті. Қазір оны дәлелдейтін боламын. Кеттік. Енді тендердан қалай ақша табамыз? Тендер деген мемлекетпен прямой бизнес. Мысалға бір мектеп полный өздерінің кабинеттеріне, допустим, 400 комплект парта шығарды. Бізге 400 комплект парта керек деді. Және олар әр комплектісіне 23 мың теңге ұсынды. Общий 400 комплект тендер 9 миллион 200 мыңға жарияланған. Енді сіз парта жасайтын мебельный цехпен келісесіз. Әр комплектісін бір парта 2 орындықты қанша теңгемен жасауға келісесіз. Средний баға, біз жақтың бағасымен 13.500 теңге шығады. Мен өзім осы тендерді өзім орындағам. Өзім орындаған екен, осылай мысал келтіріп отырмын. 13.500 теңге жасап береді. Енді 13.500 400 комплект партаға кететін шығын 5 миллион 400 мың теңге. 600 мың теңге доставкамыз бар, 3% налогымыз бар, 255 мың теңге. Сонда жалпы шығын біздер мына жақта қате кеткен 6 миллион 255 мың теңге. Оған кемінде 1,5 миллион, 2 миллион, 2,5 миллион үстіне маржа қосып 9 миллион 200 мыңға жарияланған тендерді 8 миллион 500 мың теңге біз ұсынамыз. Неге 9 миллион 200 мың өзі емес? Себебі тендердің ережесінде кім ең төменгі бағаны ұсынады, сол ұтады. Ол 1 теңге болуы мүмкін, ол 1 тиын болуы мүмкін. Сондықтан да көбісі ойлап қалады, мына жақта расход 6-та 2, 9-да 2 жарияланған, мен 3 миллион көремін. Жоқ, тендерда конкуренция деген бар, бағаны төмендету, құлату деген нәрсе бар. Сондықтан мен таза шындығын айтып отырмын. Басқа рекламаларда айтады, осылай маржа көрсін, оның барлығы өтірік. Мынау средний статистикадағы маржа көрудің есебі. Кеттік дальше. Тендер ұту үшін қандай қадамдар жасау керек? Мұқият тыңдаймыз. Кәдімгі тендер Госзакуп сайтына тіркелу керексіз. Ол 1 минут уақыт алады. Және соның ішінен пайда қалатын нормальный тендерді табу керекпіз. Және соның товарный болса оптовикмен келісу керек, работа болса бригадамен келісу керек. Және өзімізге ыңғайлы тарифті қосамыз. Тендерге қатысу үшін бізге тарифтер керек. Және сол тендерге пайда қалатын тендерімізге заявка береміз. Және тендерді ұтамыз. Ұтқаннан кейін товарымызды жеткіземіз. Жеткізгеннен кейін документациясын жасаймыз. Және ақшамызды түсіреміз. Осының барлығына бар болғаны 2-ақ күн уақыт кетеді. Осы процестерді орындауға 2 күн кетеді. Бірақ ақша 2 күнде түспейді. Ақша 1 аптада, 2 аптада түседі. Ақшаға түсіруге дейінгі қадамдардың барлығын 2 күнде жасап кетесіз. Кеттік. Енді давайте осыны мен практика жүзінде дәлелдеп көрсетейін, көп сөйлегенше. Мысалыға, мына бір тендер қазір көрсетейін. Мына тендердің номер объявление мен қазір мына жаққа шығарамын. Так, 144, 200, 144, 929. Қазір сол сайттан қандай тендер жарияланып тұр, соны по факту сіздерге көрсетемін. Так, 144, 929, 08 дайын тұр екен, найтиді басамын. Так, бұл бізде туалетная бумаганың тендері. Қараңыздар. Енді ішінде лотойға кіремін. Міне, туалетная бумага сұраған. Доссорская школа интернет, там Атырау облысындағы. Обычная туалетная бумага. Вот. От производителя деген. Енді цена за единицу 141 теңге. Яғни бір рулон кәдімгі бумагаға 141 теңге ұсынған. Жалпы бумага саны 10 мың рулон керек. Осыған 1 миллион 410 мың теңге ұсынылған. Енді осыдан біз қалай пайда көреміз? Мінекей қараңыздар. Мынау кәдімгі оптовиктегі бағасы әр штугына қанша теңге ұсынған? 40 теңге ұсынған. Енді 10 мың алғаннан кейін 40 теңгеден береді ғой. Енді тендер 1 миллион 410 мыңға жарияланған. Мінекей. 40 теңгеден 10 мың рулон аламыз. Қанша болады? 400 мың теңге болады. Доставкамызға 50 мың теңге кетеді. Налог бар әрине, оған 30 мың теңге. Жалпы шығын сонда бәрін қосқанда 480 мың теңге болды. Ал тендер 1 миллион 410 мыңға жарияланған. Расход почти 50%-дан 60%-дан да төмен шықты. Енді осының үстіне конкуренцияны есептегенде минимально үстіне 500 мың теңге таза пайда қосамыз. Сол кезде біз 1 миллион 400 мың теңгенің тендеріне 980 мың теңгемен кіреміз. Ол кезде әрине ұту шансымыз жоғары болады. Осы кезде біз бір тендерден 500 мың теңге пайда көреміз. Тура осылай бір айда сен күліп ойнап жүріп, жұмыспен қатар, сабақпен қатар үйде отырып ақ 2 тендер орындаш, әшейін для галочки бүйтіп қатты көңіл бөлмей 1 миллион теңге табысқа жетесің. По факту мысал. Дальше көрсетейін.
Тағы да бір тендер. Бұнда номер 122 707. Қазір бұны ашып көрсетемін. Так, 122 707 35. Найти. Бұл бізде лампаның тендері. Кәдімгі LED лампочка. Қараңыздар. Так, светодиодный лампа LED T8 18 ваттық, короче, 2000 теңгеден ұсынған, әрқайсысына общий 500 штук керек бағана Атыраудағы бір мекемеге. Тендер 1 миллион теңгеге жарияланған. Тендер өкіметтің ұсынған бағасы. Енді давайте расходты тазасын есептейік. Бұл сайтта оптовикте қараңыздар, әр штугы 650 теңгеден тұр. Ойлаңыздаршы, бұл оптовикте. Андай продавец магазиндеріміз бұл оптовиктер. Енді 650 теңгеден 500 штук 325 теңге болады. Доставка 30 мың, налог әрине 25 теңге, жалпы шығынымыз 380 мың теңге. Ал тендер 1 миллионға жарияланғанда. Көрдіңіздер ме? Расход 50-60% төмен шығып тұр. Енді бұғанда ойбай өлдім тындым дегенде енді 500 мың қояйық, мақұл, одан да төмен қояқшы, 300 мың қояйық. 300 мың қойсақ, мысалы 680 мың кіреміз. Тендер 1 миллион. Сол кезде бір тендерден 300 мың, 400 мың, өзіңе қандай баға ыңғайлы, сол бағаның үстіне қоясың. Бірақ құнығып бірге бір қойып, ондай қойған негізі желательно нельзя. Конкурент көп болса, ұтылып қаласыздар. Мына 380 мың расходтың үстінен мен айтайын, даже мен бір 200 мың теңге пайда көрсем, мен қанағат қыламын. Почти бірге бір көріп тұрсың ғой, ол да жақсы нәтиже. Мінекей біз тендерден осылай пайда табамыз. Товарды аласын арзан бағада, өкіметке қымбатқа сатасың. Өкімет нормальный ақша бөледі, что біз пайда көру үшін және өздеріне сапалы затты алу үшін. Дәл осылай тендер арқылы сіздер табысқа шығу үшін керегі міне жалпы айтқанда тендерді осындай пайдалы тендерді табасын, оптовикпен келісесің, болды. Товарды сатып алмайсың заранее. Жаңа магазинің керек емес, офисің керек емес, склад керек емес, қолыңда товар наличу. Сенде дым жоқ, дым болмау керек. Ноутбук, интернет, телефон, миың, есің дұрыс болса болды, короче. Товар сатып алмайсың. Просто бағасын келісесің, доставка есептейсің, налогын есептейсің, болды, бітті. Сосын тендерге қатысасың, заявкаңды бересің. Егер ұтылып қалсаң сол тендерден, сенен біреу басқа төмен баға берді да, ұтылып кетті. Ұтылып қалсаң, товар сатып алмайсың, ішіңе шеш төлемейсің, ішіңе шеш қарыз емессің, болды. Ал егер тендерді ұтсаң, ол тендер жыбы, железобетон сенікі, және сен ол тендерді орындап, 500 штук жаңа лампочканы аппарат болсаң, саған өкімет 2 аптада, 1 аптада пайдаңмен ақшаңды шотыңа, Каспи Пейіңа, онлайн банкыңа аударып беретініне гарантия бар. Себебі бұл мемлекет лақтырмайды. Бұл дос балаң танысың, магазин айдаладағы бір ларек емес, бұл мемлекетпен договор болады, келісімшарт болады, барлығы заңды. Енді қараңыздар. Жалпы айтқанда мынандай ғой, тендер ең тиімді деген осы ғой. Сен ақша салдың ба, пайдаңмен еселеп қайтарасың аз уақыт ішінде. Ең тиімді деген осы. Мысалы 5 миллион салдың да, 5 миллионың бар, донерка аштың. Қашан ақтайсың оны? PlayStation аштың, қашан ақтайсың оны? 25 миллионға кофейня ашатын қиялдар бар. Қашан ақтайсың оны? Ал тендерға 5 миллион салшы, бір объемный товарды қойшы, 1 аптада орындап тастайсың, 6,5 миллион шотыңа түседі. Пайдаңмен максимум 30 күнде. Гарантия ол. Уведомление келеді шотыңа. Сондықтан да тендер ең тиімді және риск аз. Риск аз деген ол не? Риск аз деген сен товар сатып алмайсың, рисковать етпейсің. Товар қайда сатып аласың? Тендер ұтқаннан кейін. А сен тендерді ұттың ба, тендер сенікі ма, апарып орындайсың ба, ақшаңды аласың да. Риск 0, короче. Кеттік дальше. Тура осы схеманы қолданып, тендер арқылы табысқа шыққан менің студенттерім бар. Біріншісі мысалға Байжігіт деген жігіт, студент. Жасы 21-ге кеше толды. 50 мың теңге стипендия алып жүрген жігіт. Қазір точка А-сы, точка Б 25 миллион теңге оборот, таза пайда айына 4-5 миллион теңге табады. И бұл жігіт менің қазіргі таңдағы сенімді серіктесім, Сергей партнерім. Бірге жұмыс жасаймыз, неге? Пысық баладай, короче. Енді Фатима деген ханым бар, декреттегі ана минуспен келді. Маған дейін тендерді біреуден оқыған, қадалы бітіш болған, келіп, точка Б 600 мың теңгеден жоғары табысқа шықты. Екі мужик келді, серіктес Нұрлан және Нұрхан мырзалар. Точка А 500 мың теңге, қолдарынан бірақ қабілеттері бар. Біреудің жұмысын істеп, ит болып жатыр, короче, ит рәсіп болып. Тендерді алып өзіміз объем істейік деді тағына, тендерға келеді. Точка Б оборот 15 миллион, таза пайда 5 миллион табады. Сосын бір жақында Nissan бірдеңе деген машина алды. Nissanның, короче, 8 орындығы бар. Қандай білмейсің ба? Nissan кіма біле. Дальше. Короче, тендер, мынау тендершісің ғой, мынау сен. Сен орта тұрған посредниксің. Сен баспен жұмыс істейсің. Сен шайқа шықпайсың, офис керек емес. Сен кофейняда 1200 теңге латте аласың да, только баспен жұмыс істейсің. Айналаңда сен үшін бәрі жұмыс. Сен үшін тендер өкімет не шығарып жатыр? Дайын тендер шығарып жатыр. Сен үшін оптовиктер товарды менен алшы деп төмен бағада беруге дайын тұр. Сен солар просто дұрыс ұйымдастырасың да, дұрыс келісесің, дұрыс заявка жібересің, документациясын орындайсың, ақшаңды аласың. Сен үшін система жұмыс жасап жатыр. Сен өзің жұмыс істесең, тендерді бүгіннен бастасаң болды. Кеттім дальше. 2025 жылғы тендердің статистикасымен таныстырайын. 2026-ға шыққан жоқ. Запрос ценовых
порталда тендерде 1.632.522 тендер жарияланған екен. Соның ішінде 713.415 тендер орындалған, исполнен болған. 883.162 тендерге ешкім қатыспаған ғой, қалып кеткен ғой, жартысынан көбі. Және 8.464 тендер отмена берілген. Қараңыздаршы, неге ешкім қатыспай қалып кетіп жатыр? Себебі тендерде Құдай қаласа пісімілі деп тендер бастаймын деп тіркелген поставщик юридическое лицо, тіркелген компания, ТО, ИП бәрін қосқанда 165.307 компания тіркелген екен, тендер бастаймын деп. Енді соның ішінде мынақта статистикада неактивный поставщик деген бар да, қазір тендер жасап жүрген жоқ деген не бар, критерий бар. Сол критериймен іздегенде неактивныйлар саны 139.000, почти 140.000 қазір тендер істеп жатқан жоқ та. Өзі тендерге тіркелген компания саны 165.000, 140.000 істеп жатқан жоқ та. Сонда получается қазір істеп жатқаны 26.048 активный поставщик бар да. Ал тендерге қанша ақша бөлінген еді жаңа? 10 триллион ақша. Ал қаншасы активный? 26.000. Сол үшін ғой 26.000 поставщик қай қай көреді байқұстар. Біреуі 4-5 тендер құрған екен, болды ғой, тендерге қатысу доғарады да, бағанағыдай 800.000 тендер қайып кетіп жатыр. А бізде тендерде конкурент көп, ұту қиын дейді. Оның бәрі бос сөз, өтірік. Ол қолынан түк келмейтін адамдардың сылтауы. Енді қараңыздар, 26.000 активный ма? Енді статистика 10 триллионды 26.000-ға бөлгенде ше, бір поставщик әрқайсымыздың басымызға 383.906.000 теңге ақша бөлініп тұр да. Негізінде әр жігіттің басына 5 қыз деген сияқты ғой, короче. Бірақ енді кез келген адам, осы видеоны көріп отырған кез келген санасы түзу адам мына 383 миллион таппай қойсын. Хотя бы ішінен өзінің жағдайын реттеуге, отбасының жағдайын реттеуге 1-2 миллион теңге күліп ойнап жүріп таба алады. Оған өкімет жағдай жасап қойған, Қазақстанда бүкіл жағдай жасалған. Сіз де таба аласыз осыны көріп отырған адам. Кеттік дальше. Қысқаша айтқанда тендер табысқа жетудің ең тиімді және ең тәуекелі аз. Салған ақшаң тез, максимально 30 күн ішінде пайдасымен еселеніп қайтатын тема ғой. Ең күшті тема. Бір сөзбен айтқанда, арзанға алдың, қымбатқа саттың. Арзанға алдың, қымбатқа саттың. Болды, осылай пайда табамыз. Енді тура осылай арзанға алып қымбатқа сатып жүрген оқушыларым бар. Балым деген кісі, балым ханым, мұғалім, точка Б 150.000 теңге, точка Б 600.000 теңге. Нұрназар деген студент, Қызылордалық, 20 жастағы жігіт, точка А 100.000 теңге, точка Б 960.000 теңге. Сразу келді да, 20 штук кондер ұтып алады. Содан осынша маржа көреді. Дальше. Серік мырза және Рүстем мырза, мен Қызылордадағы сабағыма Қазалыдан келіп оқыған кісілер бар. Точка А 500.000, накісі мұғалім, накісі өкіметте жұмыс жасайды. Точка Б 8 миллион теңге. Курсқа келеді, тақ еткізеді да, 8 миллион теңгеге пәлен мың тонна ПГС, шейін, құмарлас тас ұтып алады, таза маржа 4 миллион теңге. Мен өзім таң қалдым ана тендер. Бірге бір маржа көріп тұрды. Кеттік дальше. Так, Гүлсім апа бізде пенсионер, 58 ма, 59 ма, пенсиясынан шығып, ішіп пысып тендерға келді, короче. Точка Б 500.000 теңге тапты. Үлкен кісі ноутбук түсінбейді, бірақ ноутбук үйреніп алды. Ағарыс деген жігіт, студент, колледжде оқиды, технологический колледжде оқиды, жасы 17-те. Точка А 50.000 теңге, стипендия туда-сюда. Точка Б 300.000 теңге. 17 жастағы балаға 300.000 теңге айна табу деген ол өте мықты көрсеткіш. Дальше кеттік. Айгүл ханым, ақтөбелік оқушым, декреттегі ана, точка А. Декреттен 0 теңге ғой. Точка Б 10 миллион теңге. Мынау сол Айгүлдің банковский несі, выпискасы по факту маған жіберді. Нұреке рахметті. Міне. Соның иіні мінекей. Остаток, исходящий остаток, оборот қанша миллион болған? 8.049.000 теңге болған. Міне по факту дәлел. Менің студенттерімнің нәтижелері. Пазл деген кісі, Ғабит Пазлов, тоже оқыған менде. Майдеште тендерден бастады да, міне жақында маған андай сообщение жазды. Ассалаумағалейкум нұреке, сіздің берген саныңызға рахмет. Бүгін 14 миллион теңгенің тендерін ұттым дейді. Кім не десе о десін, только вперед дейді. Мен ол кісіден сұрадым, қанша маржа дегенде, маржа 4-5 миллион бар дейді. Яғни тағы да беріп қойған бір-екі тендерларым бар, соның результатын күтіп отырмын дейді. Міне қарапайым кісі, жасы 45-те ма, 46-та ма, сондай. Пожалуйста. Енді қараңыз, бағанағыда отзывтардың барлығы бар ғой, кейстер ше. Сіз сияқты ет пен сүйектен жаралған, Алланың жаратқан пендесі ғой. Ас-тасып баратқан ешқайсы шпелесі жоқ. Ешқайсы байдың туысқаны, әулет, бір ондай депутат, ондай емес. Барлық қарапайым адамдар. Ол адамдар жасап жатыр ма? Яғни сіз де жасай аласыз. Себебі адам жасағанды адам жасайды. Басқалар жасады ма? Сіз де жасай аласыз деген сөз. Абай атамыздың 28-ші қара сөзінде былай деген екен. Жақсылық пен жамандықты жаратқан Құдай, бірақ қылдырған Құдай емес дейді. Ауруды жаратқан Құдай, денсаулық жаратқан Құдай, бірақ сені ауру қылған Құдай емес дейді. Байлық жаратқан Құдай, кедейлік жаратқан Құдай, бірақ сені кедей қылған Құдай емес дейді. Егер де сен осыны дұрыс ұқсаң дейді, сонда боларсың дейді да. Әйтпесе жоқ дейді. Және бұның жалғасы бар.
Сонда Құдай естіңдер ме, не Құдайдың бір жерде таратып жатқан малы бар деп. Жоқ әлде Құдай біреуге байлықты беріп, біреуге бермей қоятын аллахор саудагер ма дейді да. Сондықтан да сіздің табысыңыз дәл қазіргі сәттегі, сіздің болашақтағы отбасыңыздың, өзіңіздің өміріңіз, ол тек қана өзіңіздің қолыңызда. Алла тағала баршамызға 24 сағат берген, барлығымызға мүмкіндікті бірдей берген. Өз өміріңіз, өз тағдырыңыз өз қолыңызда. Сұлтанмахмұт Торайғыров айтқандай, жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен дейді. Сондықтан да тендерді бастап айналыссаңыздар, максимально баспен кіріп істесеңіздер, жаңағы оқушыларым сияқты, мына кісілер сияқты сіздер де Алла қаласа нәтижеге жетесіздер. Енді егер де сіз мен және менің студенттерім сияқты тендер арқылы айына кемінде күліп ойнап жүріп 1 миллион теңгеден жоғары табысқа шыққыңыз келсе, реально шыққыңыз келсе, шыныңызды айтыңыз, 1 миллион таққыңыз келе ма, онда менде арнайы сіз үшін тендермен айына 1 миллион теңге таппау ұят деген арнайы жеке менторлық курсымды ұсынамын. Жеке менторлық. Топтық бірдеңе WhatsApp чат емес, жеке менторлық. Бұл сабақтан, жеке сабағымнан сіз не үйренесіз? ИП ашу, ЭЦП ашудан бастап, порталға тіркелу, тарифті қосу, жаңа пайдаға алатын тендерді іздеу, заявканы беру, оптовиктердің тізімін береміз. Маржасы көп, конкуренциясы аз, нишалардың тізімі, ұтқаннан кейінгі документация, товар, работа, услуга, смета, субподряд, доп соглашение, басқа қалаға бармай тендерді орындап, үйде отырып, үйден шықпай-ақ ақша табу. Работа, услуга тендер болса, сенімді бригада, мастер тауып солармен жұмыс жасау. Және ең маңызды нәрсе юридический жағы, заң жағынан. Себебі тендер ұтқаннан кейін де проблемалар бар. Ол қандай проблема? Заказчик товарыңды немесе жасаған жұмысыңды қабылдамаймын, қол қоймаймын десе, не істейміз, не деп айту керек? Заказчикпен заң тілінде сөйлесу, сам себе юрист. Мен ең мақтанатын нәрсем ол заң жағын үйретемін мен. Мына жақта бір проблема болып қалды ма? Проблема жоқ деп айтамын, тендер проблема көп. Заңды білу керексің. Заң білу үшін юрист жалдап 300 төлегенше мен заңды үйретемін, өз-өзіңе юрист боласың, өз-өзіңді қорғайсың. Сотта жеңілмеудің жолдары, штрафқа түспеу, черный списокқа кірмеудің жолы, демпинг алгоритм сындыру, конкуренция анализ жасау, команда құру, сопровождение және менің 5 жылдық, 6 жылдық тәжірибемнің жиынтығы, опытымның соғы. Мен 3 жыл бойы қиналып өткен жолымды сіз менің курсымнан 1 апта 10 күнде ақ жүріп өтесіз. Жеке менторлық. Курс форматы онлайн, зуммен, тікелей эфирде өтеді. Онлайн өтеді, тікелей эфирде жеке өзіңізбен. Тура осылай сөйлесеміз. Ассалаумағалейкум, алейкум салам, қалай жағдай деп. Тура осылай үйретемін. Және әрбір тақырыптың дайын видео сабақтары. Мен тек қана видео сабақ беріп қоюға болады, негізі олай бермеймін. Мен сабақты жеке осылай өтемін, еще пысықтау мақсатында видео сабақтар беремін. Және сол видео сабақтарға доступ көріп отыру мәңгілік қайтыс болғанша доступ беріледі. Және бүкіл сабақтардың барлығы және менің сабақ өтудің методикам тура осылай жалпақ тілмен қазақ тілінде түсіндіремін. Документация, термин, ғылыми ондай жоқ. Соқырға таяқ ұстатқандай, тайға таңба басқандай, әліппеден бастап, адам бастап, яға дейін толық үйретемін. Просто мен не айтамын, соны көресің, қайталайсың, айына 500 миллион теңге табасың. Мен айтқанымды істеп, мен инструкциямды істеп, тым результат көрмесе, гарантия ақшаны қайтарып беремін. Және мына курсқа жазылатын болсаңыздар, арамызда заңды түрде договор жасалынады. Мен заңды түрде жұмыс жасаймын. Страховка, сенімді болу үшін. Мендегі гарантия болсын, менде договор бар. Айтқанды бірге бір істеп, менің айтқаным бірге бір істеп. Нәтиже болмай ма, тендер ұтып ақша таппайсың ба, ақшаны қайтарып беремін. Договорға сол қол қоямыз екі жақта. Кеттік дальше. Міне, зумда тікелей эфир өтеді деген міне, зум сабақтарының менің жеке сабақтарым, скриншоттары. Міне сабақ болып жатыр. Міне сабақ өтіп жатқан кім мынау? Мынау мен. Жеке өтемін. Міне мынау мен, мына жақта міне өтіп жатыр. Дәлел да сіздерге. Енді ең маңыздысы біз оптовиктердің тізім береміз. Қараңыздар міне. Мыло хозяйственный, полироль, мебель, IT техникаларың міне. Оптовиктер товардың атаулары, оптовик нөмірлері міне. Осы списокты мен сіздерге беремін. Енді дальше. Барлықтарыңызға қызық болып тұрған ол курстың бағасы қанша? Жеке курс бағасы, жеке жұмыс жасаймын ғой мен сізбен. Нәтижеге дейін жетелеймін. Бағасы 500 мың теңге. Сіз 500 мыңды бір айдың ішінде еселеп ақтап алуға болады. Смело, мен айтқам істесеңіз болды. Бірақ, егер де сіз осы сабақты көріп отырсаңыз, яғни осы соңына дейін көріп отырсыз да, значит, менімен бірге болдыңыз деген сөз. Біреулер шыдамай шығып кетеді. Бұлар бұл ұсыныстан құр қалады. Сіз үшін керемет ұсынысым бар. Менімен бірге до конца болғаныңыз үшін сізге супер мега бұрын соңды болмаған, тем более жеке курсқа жеңілдік жасаймын. Жеңілдікпен бағасы кеттік. Негізгі баға 500 мың, 80% жеңілдік, 99.980. Почти 100 мың теңге ғой. 500 мың теңгенікін 100 мың теңге жеңілдікпен до конца менімен бірге болғаның үшін. Мен бұндай Құдай көріп тұрып, бұндай жеңілдікті мен ешқашан, тем более жеке сабаққа жасап көрмегем. Жасамағам, бірінші рет жасап жатырмын. Сондықтан да бұл мүмкіндікті пайдаланып қалыңыздар. Енді ойлаңызшы, 99.990 почти 100 мың теңге өз біліміңізге, өзіңізге инвестиция құясыз. Сол білім сізге миллиондаған табыстар алып келеді. Каспи Ред бар, 0012 бар,
халық банк, кәсіби банк арқылы бөліп төлесеңіздер болады. Үстіне процент қоспаймын, басқалар сияқты. Процент қосатын болсам 150 мың теңге болып кетеді. Сондықтан процентмен өзім алып қалатын болдым да, қандай баға айтылды? Наличие алсаң да, рассрочка алсаң да осы баға. Енді дәл қазір осы жеңілдікпен бағаны алып үлгеріп қалу керек. Себебі бұл жеңілдік сіз сабақты көріп отырған сәттен бастап 24 сағат қана действовать етеді. Бізде бәрі фиксированный. WhatsApp-қа жазыңыз, сағат нешеде, сабақты көріңіз сағат нешеде, сол 24 сағат есептелінеді. Сол уақытта скидкамен үлгересіз. Одан ары қарай уже 500 мың теңге алуға тура келеді. Сондықтан да бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Сіздерге мына сабақты жіберген менеджерларыңызға, дәл қазір сол менеджерға WhatsApp-қа шығыңыздар. Онлайн жеке сабақты супер жеңілдікпен алғым келеді деп жазсаңыздар, сізге төлем түрін жібереді. Солай алсаңыздар болады. Енді сабақ ұнады деп ойлаймын. Бар біліммен бөлістім. Ары қарай енді сіз шынайы ары қарай миллиондаған табыстар тапқыңыз келсе тендер арқылы, онда осы жеке курсқа жазылыңыздар. Айтпақшы, мына жақта сопровождениені жазбай кетіп не? Сопровождение болады. Курс 7 күн болады, бір апта. Жаңағы айтылған тақырыптардың барлығын үйренеміз. Жаңағы тақырыптар 7 күн күнделікті зуммен сіздерге ыңғайлы, маған ыңғайлы уақытты таңдап сабақты өтеміз. Және сабақ аяқталғаннан кейін мен тараптан 6 ай кері байланыс, 6 ай сопровождение болады. 6 ай сопровождение сіз бүкіл білімнің барын қолданып, тәжірибеңізді өткізіп, уже 6 айдың ішінде сіз қасқыр, тісі қатқан, мықты, опытный тендерщик болып, ары қарай уже менің көмегімсіз ақ тендер жасап, өз бетіңізше ақша тауып кете аласыз. Сабақтың барлығы түсінікті деп ойлаймын. Менің жеке курсымда кездескенше. Давайте мен мына неде презентацияда кейста мына оқушыларымды көрсеттім ғой, мынандай оқушым деп. Давайте келесі мен презентациямда осындай оқушым бар, точка А мынандай, точка Б мынандай деп, точка Б 5 миллион, 10 миллион деп сізді сол презентацияма фотоңызды қосайын. Жеке сабақта кездескенше.